Ретинолды қалай дұрыс қолданамыз? Ретинолды ең алғашқы кезде аз проценттен бастаңыз. 0,1-0,3% жеткілікті. Аптада бір рет кешкі уақытта бұршақтың көлемінде ғана шұқалап жағамыз. Көбісі ойлайды, ретинол көп жақсам күшті результат береді деп. Жоқ, ретинолды только бетіңізге шұқалап жақсаңыз жеткілікті. Ал көп жағатын болсаңыз, бетіңізді құртып аласыз. Одан кейін артынан 15-20 минуттан кейін барьерді қалыпқа келтіретін барьерный крем жағу керек. Өйткені ретинол терінің қорғаныш қабатын бұзады. Сондықтан артынша қалыпқа келтіретін крем жағу керекпіз. Екінші апта 2 рет, үшінші апта 3 рет, төртінші апта 4 рет. Бесінші аптадан бастап күнделікті күтімге қосамыз. Күндізгі уақытта міндетті түрде SPF қолданамыз. Терімізді жаймен аз процентке үйреткеннен кейін 0,5%-ке деген одан кейін барып ретинолға өтеміз. Солай қолдану қауіпсізрақ. Менің парақшама тіркеліп қой, алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.